Кейін және бір ықтият болатын нәрсесі бар китайцлердің, бұл ең выгодный сол. Және ол күнде 7 күн сізге гостиница, және билет, және консультация бесплатный, еще тегін экскурсия. Соның үшін абайлаңқырап сөйлен. 11 сутка. Енді көбейтіп көрілер. 11-ді 20, 8 сағат алып тастайық, 16-ға көбейтің. Сөйтіп соны 11-ді көбейтсең қанша болады? Так, 160 және 16 176 сағат болады. Енді соны 200 мыңға көбейтіп көрің, 200 долларға. Почти сіз 30 мың доллардай ұтасыз. Ұтатын жеріңіз міне бесплатный консультация, еще 7 күн сабақ. Қараңда, ал егер мен барсаңыз, не зат ұтасыз. Ең бірінші зат айтайын. Себебі біздер 15 октябрьге кетпестен алдым. Біздер бірінші группа жинап аламыз. Оны осы нөкісте бір күн сабақ қыламыз. Бір күн сабақ. Бірінші күн сабақ. Бұл жерде Қытай қаласына бару үшін нүйе алып кету керек, нүйелерді көру керек. Мен айтамын, нүйе көре жақсаң, мақсатың нүйе, не зат үшін баратсаң, сол кезде айтамын, мысалы, образец алып бар, сен мынандай зат алып бар, мына затты өткізбейді, карго мынандай болады, сенікі мынандай болады, Қытайда қай жерлеріне барасаң, қайсы қалаларында қандай затлар бар, ане солармен бір күн сабақ болады. Бұл уже бармай жатыр. Одан кейін жолға шығамыз. Жолға шыққаннан кейін сол барған күні, екінші күн және сабақ болады. Екінші күн сабақ, не сабақ? Біздер Canton Fire'ға Westpedен регистрация өтуіміз керек. Мынандай бейджик алуымыз керек. Мынандай бейджик алуым керек. Şu затларды алатын қалай алу керек, қай жерден алу керек. Яғни барған күні шындай табличка алуымыз керек. Бұл электронный болады, қайтып жүру керек. Азанда қай жерде ұшырасамыз, һәм қандай болады, автобустар қойылған болады, азанда алып барады, people бұл. Кеште алып қайтады, өзі Westpedтің ішіне кіреді. Егер таксимен барсаңыз, көп расход шығып кетуі мүмкін. Ол гостиница тарапынан автобус қойылады, барылады. Ане соларды айтамыз. Яғни автобустар олар жерде уақытында жүреді. 8:30 деді ме, 8:30-да жүреді. Ане соларды түсіндіреміз. 8-ден 1 минут, 2 минут өтіп кетсе, олар сізді күтіп тұрмайды. Аз душқа түсіп алайын деген затлар өтпейді ол жерде. Ане сол затларды үйретеміз. Бұл екінші сабақ болады. Үшінші күні біздер уже Westpedке барамыз. Canton Fire деген үлкен бір гектар жер. Сол жерде мен сіздерге қолыңызға карта беремін де, карталардан қайсы блоклар қай жерде жайласқан, метроға қай жерден түсіп кету керек, қайсы жақтан көріп, қай жерден бастап көру керек, һәм қай жерден шығып кету керек деген жерлерін көрсетіп беремін. Яғни карта алып беремін. Бұл үшінші күн сабақ. Бұл азанда болады. Таң азанмен сағат 8:30-да барсақ, сол Westpedтің территориясында өтемін. Себебі ең төбе қарайтын жер бар. Анау ана блок, А блок, Б блок, С блок, Д блок, яғни 5 блоктан ibarat өр. Сөйтіп қайсы жолда жарасқан болмаса, сіздер бір көрген жеріңізді қайта-қайта көріп жүре бересіз. Егер ол затты үйреніп алмасаңыз, бір жерді қайта-қайта көріп жүре бересіз. Яғни соның үшін бұл үшінші сабақ болады. Одан кейін әрбір Westped этаптарында 3 күн демалыс болады. Сол демалысты сабақты олағасы кешке қоямыз деп отпыз, кеште бір кешкі салқынмен өтеміз. Бұл 3 күн қатарына сабақ болады. Яғни 4-ші, 5-ші, 6-ші, яғни ортадағы 3 күнде біздер кешқұрын сабақ өтеміз. Қандай сабақ өтеміз? Бизнес масштабирование, яғни бизнесті кеңейту. Қайтып кеңейтсек болады. Мысалы, сіздер ол Westpedден бір таза идеялар аласыз. Ислама мынаның идеяны қалай қойсақ болады, қалай рауажландырсақ болады, мына идеям дұрыс па, мен мынаны бастай жағадым, бір есаплап көреміз формулаға салып. Өзінің формулалары бар. Саған выгодно или саған не выгодно? Оны Нөкісті ашу керек пе, Ташкентте ашу керек? Может, Самарқандта ашатын бизнес шығар, может, районда ашатын бизнес шығар. Ане соларды есаплап көреміз. Себебі ол жерде сізге кемінде 10 идея келеді. 10 идеяның біреуін фильтрлеп бере аламыз. Қалеген любой адамыңызға. Себебі уақыт жетеді, себебі 3 күн уақыт бар. Ал қалай қарау керек, финансты қаяқтан алу керек, оны алу үшін, әлбетте кредит алу шарт емес, сол бизнестің өзіне отчетларын істеп беремін. Яғни қалай қылып алу керек оны? Мысалы, еш жақтан пұл келмей, өзіңіздің бизнесте әсте алып, сол бизнеске тігіп көрсе болады. Яғни сол туралы 3 күн сабақ болады. Бұл қатара болады. 3 күн. Одан кейін және бір күн сабақ болады. Бір күн ненің ортасында болады. Һәм Westpedтің тауысамыз, тауысқаннан кейін ақырғы қайтатыннан бір күн алдын. Сол кезде мен айтамын, не зат алып кетсек болады, жолды жабатұғын. Сондай сабақ болады. Сонымен сіздерді құлласы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 күн сіздерде сабақ. Ең ұтатығын жеріңіз бұл сабақ болғанда бұл инструмент. Сіздердің ендігі уровеньге шығатын инструментіңіз. Және бір зат ұтасы қараң. Білесіздер, менің бір сағатым $200 тұрады. Сіз ол жерде менімен бірге 11 сутка бірге боласыз. Бір гостиницада, бір көшеде, бір жерде тұрып, бірге ауқатланамыз.
бірге ужинларға барамыз, бірге завтракларға барамыз. Әне 11 сутка. Енді көбейтіп көріңдер. 11-ді 20, яқ 8 сағат алып тастайық. 16-ға көбейтің. Сөйтіп соны 11-ді көбейтсең қанша болады? Так, 160 және 16 176 сағат болады. Енді соны 200 мыңға көбейтіп көрің, 200 долларға. Почти сіз 30 мың доллардай ұтасыз. Ұтатын жеріңіз міне бесплатный консультация, үй іші 7 күн сабақ. Қараңда, бар жоғы не үшін деп тұрады деп ойлайсыз. Арзын маған пұл болады. Мен өзім мысалы қазір 2400 долларға 2024-те өзім барып қайтқанмын. Ташкенттің турагентствосымен. Әзірге турагентство бар жоғы бір 1700 долларға ма аспаған халда бізге шығарып береді. Бұл ең выгодный сол. Және оғында 7 күн сізге гостиница, және билет, және консультация бесплатный, еще тегін экскурсия. Карго жұмыстарымыз бар айтқандай. Каргоны мен сіздерге апарғаннан каргоны көрсетемін. Қайсы складқа зат салу керек деген. Яғни қайсы складта қай жерден алып кетеміз. Мысалы зат алсақ оны деп арқалап жүре бермейсіз, оны қайсы складқа апару керек, қандай складлар бар, ол қай жерде жайласқан, солардан көрсетіп беремін сізге. Чтобы сіз хамме зат ұру керек. Кемінде бір 2000 доллардай пұл алып шығыңдар, 2000 доллардай зат ұрыңдар. Сіз бір ұрып зат алдырып көрсеңіз, кейін сіздерге уже Қытай есіктері сізге ашылады. Менің мақсатым тек қана сіздерден Қытай есіктерін ашуыңыз. Қашанға дейін сол жерден алып сатып жүресіз. Бірінші қолдан алған, бәрінен бұл конкуренциядан жеңіп шығасыз. Ертең мәселен басқа жақтардан келуі мүмкін, Самарқан, Ташкент келуі мүмкін. Сол кезде не боласыз? Ташкенттен алып сатсаңыз, сізде бәрін бұл конкуренцияға шыдай алмайсыз. Соның үшін сіздер шығып қалуыңыз керек. Бұл зат құда қаласа 1 жыл ма, 2 жыл ма қалды. Ертең барлығы базарымызға кіріп келсе, біздер қатты қиналып қаламыз. Әне соның үшін соған таярлық деп біліңдер. Қазір енді бара жағым 6-шы мәрте барамын. Әрбір барғанға мынандай значок беріледі. Енді мен алдым значок амағанман. Так, 137, 38, 39. Енді 40-ға барамыз. 140-шы естік пе? Енді әммесін толтыраман деп отырмын. Мәселен, және бір қорқатын заты бар. Осы қарақалпақстандық бизнесмендер қорқатын заты бар. Бұл тіл барьері. Яғни тілді білмейміз ғой, қалай түсіндіреміз дейді. Хамеде мынандай приложение бар. Google перевод деген бар, точный переводлайды. Болмаса өзі сияқты мынандай кішкене ғана точный переводлайтын заттар бар. Сіз тілден қысынбаңыз. Егер сіз кітте не қыласыз, сөйтіп кітте сұхбат қыласыз, яғни переговор қыласыз, кішкене мынандай переводпен, енді тереңірек жақсылап алатұғын ниетіңіз болатұғын болса, мен сізге сөйлеуін переводчик тауып беремін. Болмаса өзім қасымда Талғат бар, және турагентствоның бір қызы болады, ямаса несі бар, ол английше білетұғын болады. Английше Талғат бар, әйтеу сізге переговор толық жүргізіп береміз. Бірақ біріншісінде сіздер өзіңіз қысқаша мағлұматтарды біліп алу үшін телефон сізге жетерлі. Себебі мен тіл барьерінен еле қорықпаймын. Менің өзімде английский білмеймін, бірақ сонда тілмен сөйлесіп жүріп пе. Тек қана телефонда деп нелерін білсеңіз болды. Соның үшін ешқандай тілден қорықпаңдар. Даже өзлерінде де, китайцтердің өздерінде сіздердің өзбекше ме, қазақша ма, орысша ма, аузыңа бір тұтады, сен сөйлеп берсең, ол дәрі сразу переводлайтын инструменттер өзлерінде де бар. Кейін және бір ықтият болатын нәрсесі бар китайцтердің. Постоянно олар диктофонды қосып қояды. Сіздер қасында тұрып бір сөгініп сөйлесеңіз, ямаса бір қолайсыз гап айтсаңыз, ол сіздерді естеді. Соның үшін Китайдың магазиніне кірсеңіз де, базарына кірсеңіз де, қандай да бір Китай халқының адаммен сөйлесіп тұрған кезде переговорда лишний затты сөйлемеген жақсы. Оларда постоянно диктофон қосылып тұрады. Олар тек қана сіздердің неңізді ашу емес, олар тек қана өздерін анализ қылу үшін. Біздердің табарда қандай неде болды, қандай көзқараста болды, солар тексеру үшін қойылған диктофондар. Ол хамме офисларда болады. Соның үшін абайлаңқырап сөйлеу.